Қырғауылдың емдік қасиеті хақында біреу біледі, біреу білмейді. Олай болса, каналымызға тіркеліп, қырғауылдың емдік қасиеті жөнінде пайдалы кеңес алыңыз. Қырғауылдың еті жұмсақ, сіңімді болып, қанды молайтатын, миды қуаттандыратын қасиетке ие. Қырғауылдың етін ұдайы 3 күн қатарынан жесе, миды қуаттандырады, ұйқыны жақсартады, қанды молайтып, денені семіртеді. Көзге ақ түскенде, қырғауылдың өтін немесе қанын ақ түскен көзге тамызса, көздегі ақ жоғалады. Қырғауылдың өті мидағы бөгеттерді ашып, ұмытшақтықты азайтуға пайдалы. Атап айтқанда, қырғауылдың өтін күніне 1-2 рет мұрынға тамызады. Ұзаққа созылып өңіне келмеген жараларға қырғауылдың сүйегін өртеп, күлін жараның бетіне себеді. Тілме жарасына қырғауылдың қауырсын жүнін күйдіріп, күнжіт маймен өлтіріп, жараның бетіне таңса ісікті қайтарады. Ағарған шашты қарайтуға қырғауылдың қанат, құйрық қауырсындарын отқа өртеп, күлін суға майдалап езіп, шашты жуса, шаш қараяды. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Мақсат медициналық орталығының директоры, көрнекті дәрігер Мақсат Әбдіқадырұлының жеке мұрағат қорынан алынған пайдалы кеңестер. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар, ардақты ағайын.